Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің алғашқы әскери дайындық жетекшісі Тойберген Роман Орналұлымын. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы саптық дайындық. Саптық дайындықтың ішіндегі реттел пәрмені, еркін тұр пәрмені, саптал пәрмені және бас киімді шеш пәрмендері қалай орындалатын туралы бейнефильмге назар аударамыз. Реттел командасы бойынша саптағы өзін тастамай қаруды, киім-кешек пен жабдықты түзеу керек. Қажет болған кезде рұқсат алу үшін саптан шығып тікелей бастыққа өтініш жасау керек. Реттел командасы алдында еркін тұр командасы беріледі. Еркін тұр командасы бойынша еркін тұрып, оң немесе сол тізені бос ұстау, бірақ орнынан кетпеу, назарды әлсіретпеу және сөйлеспеу керек. Саптық қалып, сапқа тұр командасы бойынша қабылданады. Осы команда бойынша жылдам сапқа тұрып, қалыпты жағдайда тік тұру керек. Өкшелерді қосып, аяқтың ұшын мандашеп сызығы бойынша оларды табан ебіне қойып түзеу керек. Тізені жазу, бірақ тым қатайтпау керек. Кеудені шамалы көтеріп, ал денені бір шама алға ұстау керек. Ішті тарту керек, иықтарды артқа жазу керек. Саусақтарды жартылай бүгіп, алақандарды ішке қаратып, екі жанына тиетіндей етіп, қолдарды төмен түсіру керек. Басты жоғары және тік, иекті алға шығармай ұстау керек. Өзінің алдында қарап тұру керек. Шұғыл іс-қимылдарға даяр болу керек. Бас киімді шешу үшін бас киімді шеш. Бас киімді ки деген команда беріледі. Шешілген бас киім кокардасы алға қаратылып, сол қолдың шынтағы бүгілген күйде ұсталады. Бүгінгі өткен сабағымыз сіздерге ұнады деген ойдамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.